Сәлем қыздар, бүгін сіздерге брокколидан салаттың рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен біз брокколимізді алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп алатын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бұл салат негізі майонезбен жасалады. Егер сіздерде майонезбен жасалған қаламасаңыздар, оның орнына сұйық маймен жасасаңыздар болады. Және де дәл осындай брокколиден жасалатын басқа да салаттардың рецептісі менің YouTube каналымда бар. Сол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Одан кейін қайнаған суымызға кішкене бір шай қасық тұз саламыз да брокколимізді жуып алып осыған салатын боламыз. Газдың астын қатты отқа қоямыз. Одан кейін біз бетін жауып қоямыз қақпағын. Суымыз қайнайды. Қайнағаннан кейін 2 минут пісіретін боламыз. Осы суымыз қайнағаннан кейін ғана барып, уақыттарыңызды қойып қойыңыздар. 2 минут өткеннен кейін осылай пышақпен тексеріп аламыз. Сіздердің брокколиларыңыз езіліп кетпеуі керек. Сол үшін тек 2-3 минут қана максимум сондай ғана пісіріп алатын боласыздар. Көп ұстаудың қажеті жоқ, өйткені езіліп кетсе сіздердің брокколилардың дәмі дәмсіз болып қалады. Одан кейін осылай ыдысымызға салып аламыз. Суық сумен бір шайып алыңыздар. Одан кейін үстіне бір штук сабызымызды теркадан өткіземіз. Одан кейін 2 штук помидорымызды қиғашынан етіп кесеміз. Видеода көрсетілгенде етіп кессеңіздер болады. Кез келген формада өзіңізге ұнайтын қалай турағыңыз келеді, сол бойынша турап жасай берсеңіздер де болады. Одан кейін бір банка жүгерінің тек жартысын ғана, егер сіздердің жасайтын салаттарыңыздың көлемі аз болатын болса, одан да аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Одан кейін тұздалған қиярымызды қолданамыз. Барлығын кішкентай етіп, менде кішкентай корнишондар болғаннан кейін ортасынан бөліп қана кесе салдым. Ас көгімізді қосамыз. Менде укропты майдалап тураймыз да осы салатымызға қосатын боламыз. Басқа ешқандай ас көк қолданудың қажеті жоқ. Одан кейін үстіне майонез саламыз, тұз саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 2 үлкен тәрелке салат шығатын болады. Және құрметті достар, егер де басқа да салаттың түрлері қажет болса, менің YouTube каналымда өте көп салаттардың рецептілері бар. Қонақ келгенде дастарханға қоюға, болмаса күнделікті отбасымызға арналған салаттардың да барлық түрлерін көре аласыздар. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, және алдыда көптеген оңай салаттардың рецептісімен бөлісіп отырамын. Жасап көріңіздер, ас болсын.